Американың президенттері осындай әзіл қой. Жаңа Трамптың, Ши Цзиньпиннің ішкі кабинеті туралы айтқан әзілінен ақ білсеңіздер болды. Сіздер Тақайдың әзіл айтқанын көрдіңдер ме? Қағазға қарамай журналистке жауап бергенін көрдіңдер ме? Тақай Трамп сияқты 3 сағат, 4 сағат тікелей эфирде сөйлегенін көрдіңдер ме? Жоқ. Неге? Талант жоқ, білім жоқ. Елге бетпе-бет тікелей эфирде жауап та бере алмайды. Неге? Есек бас, шошқа бас. Сонда есек бас, шошқа бас болғандығы үшін, оның кезінде КГБ оны тәрбиелеп, сен сияқты мақұлбай шошқа бас бізге керек деп, оны Совет одағының Қытай Халық Республикасында тұратын Пекиндегі 3-ші дәрежелі хатшысы қылып елшілікке шпиондыққа жіберген. Міне, әңгіме сонда. Жоғарыда отырғандардың барлығы шошқа бас, барлығы есек бас. Бір қазақтың қамын ойлайтын біреу билікке келген жоқ. Қазақтар ойлайды, ойбай, ана депутат қазақша, мынау өзіміздің бала. No, олардың ешқайсынан қазаққа жақсылық келмейді. Ол тағайындалғандардан қазаққа жақсылық келмейді. Ал басқа қандай сұрақ бар? Қазақстанда ата жұрттықсыңдар ма, ДВК-сыңдар ма дейміз ба дейді. Болашақта енді Қазақстанда сөйтіп ата жұрт және ДВК деген екі партия болса, мысалы Америкадағы республикашыл және демократтар партиясы сияқты, онда ол қазақтың бағы. ДВК мысалы жанталасады, экономиканы өркендетеміз, өндірісті өркендетеміз деп. Ата жұртта жанталасады. Сайлаңдар, ата жұрттан бір президент сайлап 4 жылдан кейін жұлып ап, ДВК-дан бір президент сайлап 4 жылдан кейін жұлып ап отырыңдар. Ол қазақ халқының бағы жанған заман болады, егер шынында солай болса. Егер бір адам билікте отырса, немесе бір клан билікте ұзақ отырса, онда ол диктатура. Мысалы, егер Тоқай өзі жаңа Қазақстан құрдық, су жаңа Қазақстан дейді. Егер Тоқайдың жаңа Қазақстан дегеніне сенер едік, егер Назарбаевтың командасы түрмеде отырған болса. Назарбаевтың командасының мұртын балта шапқан жоқ, қылшығы қисайған жоқ. Демек, бұл жаңа Қазақстан емес. Тағы басқа қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. $27.82 жылу атапты. Рахмет жылу атаған азаматтарға. Алла разы болсын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Міне жерде біраз азаматтар менің Facebook мессенджеріме сұрақ жазатын азаматтар болушы еді. Соны көрейін. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бізде Американың кайфын сезінейік деймі? Украина-Ресей соғысы қашан аяқтайды деп ойлайсыз? Бұл соғыстың аяқтауы Ресейдің соғысқа жұмсайтын ақшасы таусылған күні болады. Енді мынау Ресей мұнайын алушыларға 500% санкция салам десе, бұл санкциясы Иранды да қамтитын болса, онда бұл соғыстың аяқтауы тездей түседі. Қазірдің өзінде Ресейде экономикалық дағдарыс күннен күнге ушығып тұр. Бұл соғыс ақшаның соғысы ғой. Қарудың соғысы, ақшаның соғысы. Путиннің әскеріне төлейтін ақшасы таусылған күні соғыс аяқтайды. Қазақстанның болашағы қалай болады? Назарбаев Тоқаевтың қылмыстық, бандиттік мафиясы Қазақстанды билеп тұрған кезде Қазақстанда болашақ жоқ. Қазақстанның солтүстігі мен батысын Ресейге, шығысы мен оңтүстігін Қытайға кесіп бере сап, елді мемлекетті айырмақшы. Елдіктен айырмақшы, мемлекетті жоймақшы. Ал Қазақстанның болашағы тек билікке советтік тәрбие көрмеген, биліктің итаяғынан жуын түшпеген, былғанбаған, батыстық демократияны аңсайтын азаматтар келген кезде ғана дұрысталады. Ал
Қандай сұрақ бар тағы? Билікке келсеңіз, орыс тілді бауырларымызды қазақыландыратын саясат іске асырсаңыз, сізді қолдаймын дейді. Рахмет. Ол бауырларымызды тілі 1-2 жылда шығып кетеді, абсолютті түрде. Себебі Қазақстан ол онсыз да 85-90% қазақ. Абсолютті шығады. Бәр болғаны орыс тілін күшеп, қазаққа мәжбүрлеп таңып отырған мына зұлым орысқұл билік. Латвия, Литва, Эстонияның тәжірибесі көз алдымызда тұр. Тәуелсіздік алғанда Латвия жариялады. Латыш тілін білмейтіндер қызметке шықпасын деп бір датаны бекітті. Сол күні 50% адам қызметтен өздігінен кетті. Бүкіл мемлекет тек латыш тілінде жүреді. Бүкіл іс қағаз, бүкіл келісім шарт тек латыш тілінде болады. Біт, жуырда бір 60 неше жастағы кемпірді Латвияның азаматтығынан айырды. Сөйтсе орыс кемпір екен. Латыш тілін үйрендісе үйренбейді. Курсқа, мемлекет тарапынан ашылған курсқа қатыспайды. Латыш тіліндегі амандасу сөздерінің өзін жаз десе қырсығып жазбаған. Соттың шешімімен азаматтықтан айырып тастады. Болды, бітті. Латыш азамат емес. Пенсия ала алмайды. Банктен карточка ала алмайды. Қоғамдық көлікте де жүре алмайды. Кәдімгі медициналық сақтандыруда жоқ. Бітті, болды. Бірден бомжға айналдырып жіберді. Латвияның азаматтығынан айырып жіберді. Болды. Енді ол кемпірде пенсия де жоқ. Емтиханға барып, латыш тілінде жаңағы амансың ба деген сөзді жаз десе жазбаған ғой. Үйренбеймін деген. Өзі Латвияға Ресейден барып, Совет кезінде тұрған кемпір екен. Латвияның тәуелсіздік алғанда міне қанша заман болды. Ана орыстың ана сасық көкіректігі соншалық, латыш тілін үйренбей қойған, курсына бармай қойған. Және емтиханда жаз десе жазбай қойған. Емтиханға бармайым дегенде Латвияның ана күштік құрылымдар оны кәдімгі көтеріп алып барған ғой емтиханға. Зембілге салып көтеріп алып барған. Жазбай қойған қырсық. Онда жақсы сені бірақ айырамыз деп айырып тастады. Міне, бізде осы саясатты жүзеге асырамыз. Ал, қандай сұрақ бар? Қазақ тілділер жұмысқа тұрып, қазақ тілділер өсіп, қазақ тілділер аудитория тұтас қазақша, мектеп қазақша, оқу білім қазақша, шетелге мемлекеттің ақшасымен оқитындар қазақыланған кезде, ол адамды мүдде дейтін нәрсе өзі-ақ итереді. Ешкім оны ұрмай соқпай, әлгі қазақтарының тілі өзі-ақ қазақша шығып кетеді. Мен мен өзім бір әзілімді айтып берейін. Шын болған әзіл. Бойдақ кезіміз. Гонконгтен келдім. Алматы әуежайынан жолдастарым күтіп алды. Бір шұғыл, бір бизнестік, бір шаруамен келдім. Гонконгтен, кәдімгі Гонконгте мынау желтоқсан айының өзінде кәдімгідей жеңіл киімдермен жүреміз. Қыс болмайды о жерде, желтоқсан айының өзінде. Ал Алматыда кәдімгі қыс желтоқсанда, декабрьде. Соны ию-қию болдық, анау мынау болдық. Бұл өзі бірнеше рет болды бұндай оқиға. Бірнеше рет болды. Сон жаңа жолдастарым менің бойдағы екенімді біледі. Оның ішінде Алматыныкі бар, оңтүстікке бар жаңағы. Өздерінің біреуінің жаңа құдашасы, біреуінің қарындасы дегендей жамағай. Неше түрлі қыздарды дереу жия қойды. Сонымен бір Шымбұлақ жақтағы бір кафеде отырып қалдық. Әлгі қыздарға енді мен туралы айттым айтпадым ма білмеймін. Жаңағы дастархан тұтасымен орысша. Мен бірін түсінсем, бірін түсінбеймін. Барақ орысша. Жігіті де, қызы да, бәріміз бойдақпыз ғой. Мен о кезде 25-26 жас кезім енді. Бойдақ кезіміз, көзімізден лазер шашып жаңағы жүрген кезіміз. Бір қазақша сөйлемейді ғой. Тек мен сол жаңағы бизнеске қатысы жолдастарым бар, бірақ оның бизнеске қатысы жоқ жолдастары да бар әгі жерде. Менімен бизнесі бар жолдастарым жаңағы, олар менімен сыбырлап сөйлеседі жаңағы. Сон бір кезде телефон кеп қалды. Сигнал дұрыс ұстамайды. Ол замандағы телефонды білесіздер, қазіргідей ақылды телефон емес. О дейсің ғой жаңа. Сон бір кезде жаңа шама жоқ, сыртқа шығып сөйлестім.
ағылшынша Гонконгтың бизнес тілі ағылшын тілі. Сонымен ағылшынша сөйлестік. Ол жерде біраз әңгімелер кетті. Жаңағы миллион доллар деген әңгімелер кетті. Жаңағы контракт қой, бизнестің контракты. Соның алдында ғана ана қазақ қыздар қазақша білмейміз біз қазақша білмейміз. Біз енді орыс болып кеттік қой, біз орысша сөйлейміз деп отырған қазақ қыздар. Мен Гонконгтан келгенде жай мынау жай ұшақта жүретін киімдермен, спорттық киімдер кие салғанбыз. Ұшақта жеңіл, мақта, созылатын, жататын. Сонымен ғана келе салғам, сықиып киген киім жоқ. Оның үстіне ұшақта да жылы болғаннан кейін жаңа жігіттерге айттым, бір пальто ала шығыңдар. Гонконгта мен қыстық киімдерім жоқ екен. Оның үстіне олар ұшақтан алып тіке кетеміз деді, сайрандаймыз деді. Иә, сөйтіп сайрандайтынбыз. Содан жаңа қазақша білмейтін, мен қазақша білмеймін деп отырған қыздар, менің ағылшынша сөйлесіп, миллион деген долларлар, сосын әгі жерде тоқтаттық, сосын жаңа ноутбук аштық, сосын аналар бір контракт жібердік деді, ноутбукты аштық, жаңағы ию әңгіме болдық енді, жаңа соныменен әңгіме болды. Жаңа қыздар автоматты менімен қазақша сөйлеп кетті. Қазақша сөйлегенде қазақша білмеймін деген ана әдейі қазақ тілін бұзып сөйлеген қыздардың тілі тап-таза қазақша екен. Тап-таза қазақша екен. Әдейі қазақ тілін ыңқылдап, қиналып сөйлеп, біз енді қазақша үкіметтік деп отырған қыздар қазақша сарнап кетті ғой. Неге? Менімен ағылшынша сөйлесуге ағылшыншалар жоқ. Ол 2001-2002-2003-те ағылшынша білмейді. Ол ағылшынша сөйлейтін адам емге таппайтын кезің. Менімен ағылшынша сөйлесе алмайды. Сосын жанында жолдастар айтты, бұл жігіт Қытайда туып өскен қазақ, Серікжан деген жігіт, бұл жігіт орысша білмейді деді. Аналар таңырқап, сіз орысша білмейсіз ба деді. Бір құбыжықты ма, бір инопланеталықты ма, жат жұлдызды көргенде, олар таңырқады. Осындай адам аузынан миллион доллар деген сөз шығатын, және Гонконгта жұмыс істейтін бүкіл бәленбай жігіт қымбат көліктермен Алматы әуежайынан күтіп алатын. Бұл жігіт сонда қалайша неужели орысша білмейді? Пашему деп қалды да, пашему ма, пачему ма? Тағырқап қалды. Онда олардың үйінде, ондай жоғарғы деңгейде жұмыс істейтін адам орысша білу керек та, орысша білмесе, ол өйтіп жүрмеу керек, ұшаққа да мінбеу керек та, олардың айында. Мен айттым, я не понимаю по-русски дедім. Мен орысша білмегендігім үшін мақтанатын қазақпын. Бүйтіп қиналып, я не понимаю по-русски, извините дейтін қазақ емес. Мен кәдімгі бүйтіп, я не понимаю по-русски деп мақтанышпен айтатын қазақпын. Кіші күнімде бірдеңені бүлдіріп тастап, танауым делдиіп кеп атам алдында айтады екен. Мен бүлдірдім деп, ана кінәлі сезіну деген былай жоқ дейді, үлкендер айтады. Өзіңді кінәлі сезіну деген жоқ. Мен істедім соны, мен бүлдірдім, мен шақтым, мен қираттым деп тұратынсың дейді. Мен айттым, я не понимаю по-русски дедім. Енді ана қыздарға екі-ақ түрлі таңдау бар. Мен ағылшынша сөйлесе алмайды өздері. 2000 жылдың қыздары, әзіргі қыздар ғой, енді ағылшыншасы тастай. Кездің қыздары жоқ. Қазір олар кемпір болып кетті енді. Кемпір болып енді. Қалдыр-құлдыр өтіп кетті қазір, кемпір болып кетті. Олар енді әгі жерде бірден енді миларын ары-бері жұмсап көрді енді. Енді маған орысша байсыраса мен түсінбеймін. Орысша назданса мен түсінбеймін. Жаңа орыстың қыздары қосам, ты какая мужик, прям что там энергетический дей ма, не дейді, бірдеңе деп бір орысша сөйлейтін қыздар баяғыда сөйтіп. Енді ол назданса мен не понимаю деп мен тұрым ғой енді. Енді қайту керек енді. Жақсы көргенін, сүйгенін, ұнатып қалғанын, сынғанын қайтып білдіру керек. Әлгі қыздардың қалтасының терегіне тығып қойған қазақшалар шыға келді ғой. Алтындай жарқырап, шаң баспаған қазақшаларымен менімен кәдімгі мақал мәтел деп қазақша сөйлесіп кетті ғой сол жерде. Руына дейін, тайпасына дейін айтып деп. Тап-таза қазақ қыздар екен. Сөйтсек радиода, телевизияда жүрген қазақ қыздар екен ғой, анау-мынау қыздар емес. Сонда олар өзі білетін қазақшасының өзін тығып қойып, намыстан қазақша білетіндігін жасырып, қазақшаны әдейіге бұзып, акцентпен сөйлеп, өздерін городской қалалық қызғып көрсеткен түрлер екен. Ал мен оны бейшара-ай, тілінен айырылып қапты ғой деп, мен мүсіркеп жүрмін.
ойбай обалай енді отаршылдық деген қиын екен ғой, енді тілінен айырылып қапты обалай деп мен мүсіркеп жүрмін. Олар өздерін биіктеттік деп жүрсе, мен оларды төменсініп жүр екенмін ғой. Міне әңгіме осында тұр. Сондықтан болашақта тек қазақ тіліне үстемдік беріледі, Қазақстанда ағылшын тіліне үстемдік беріледі. Мектептен керек десе балабақшадан тартып ағылшынша бастаймыз, қазақ тілінде бүкіл оқулық, бүкіл. Мына телеарнадағы шайтанның бәрін қуамыз, телеарнада отырған шайтан. Бүкіл теле сабақты бастаймыз. Телевизорында керек пе арналарда математика, физика, химияңда да, айтыңда да, жасанды ақылыңда да бір арна ашып, соның ең мықты мамандарын сөйлетіп отырамыз. Шетелден ең мықты мамандарды шақырып, оның қасына ең мықты аудармашыларды қойып, том кітаптарды жаздырамыз. Ғылым және білім министрлігін Еуропа Американың маманын алып келіп, қазақ министрдің қасында, бір қазақ министрдің қасында, бір америкалық, бір франциялық, бір германиялық, кезінде сол мемлекеттің білім және ғылым министрі болған адамдар 3 ақылшысы еуропалық, америкалық болады. Қазына министрлігі ма 3 еуропалық, америкалық, қазына саласын ұстаған 3 маман отырып ақылшы болады. Әр министріңде Еуропа, Американың ақылшылары отырады. Сонда Қазақстан Еуропа, Американың жолына түспей көрсін. Түседі. Міне. Әрбір саланы дүниенің ең мықты маманын әкеп қоямыз. Керек па? Илон Маск па? Қазақстанның жасанды ақыл министрлігінің бірінші хатшысы қылып Илон Маскты әкелеміз. Айлығын келісіп отырып береміз. Міне. Сөйтіп басқартып қоямыз. Міне. Заңды қатаңдатамыз. Сотты президентке бағынбайтын жасаймыз. Сот президентке бағынбайды. Әрбір аймақ, облыстың әкімі президент тарапынан тағайындалмайды. Сол жердің өз халқы сайлайды. Әрбір қаланың әкімін сол аймақ, облыстың әкімі тағайындамайды. Сол қаланың өз халқы сайлайды. Осындай жүйені жасап шығамыз. Қысқасы, Америка не істеді? Соны көшіріп алып барамыз. Америкадай болсақ болды. Америкадан артық болмай-ақ қояйық. Американың жолына түссек, тақияңды аспанға атсаң артық қылмайды. Міне. Әңгіме осында тұр. Мен бүкіл жүйені ауыстырып, шабатын басты шауып, асыл азаматтарды билікке алып келіп, Джордж Вашингтон құсап, қызметімді тапсырып беріп, атымды мініп, қымызымды ішіп, сосын бір 3-4 қатшы алып, ауызша айтып, қау кезде көзді кетеді жаңағы. Өмірбаян мемуарымды жазып, университеттерде ұсыныс етсе, лекция сөйлеп, соны ауыл-ауылды аралап, Ақтауға барып, шұбат ішіп, Шымкентке барып, қымыз ішіп жүрсем болды. Мен өйтіп, Назарбаев құсап, 30 жыл тақта отырып алып, отыр десең де отырмаймын. Мен ондай нәпсіге ерік беретін адам емеспін. Ондай мен ауырмаймын. Мысалы, мен Атажұртта да. Мен осы жұмыста. Анау Атажұрт дейтін ұйымды құрып жұмыс істегенде қаржы саласына кірмеймін дедім. Мен қаржы саласына кірмеймін дедім. Анау жылаған еңіреген әйелдерге көмектесу, анау мынау елдің жылуы, анау кірмеймін дедім. Өздерің шеш. Мен тек шетел ақпаратына және осы ақпаратты аудару және оны халықараға жіберу соған жауаптымын дедім. Екіншісі, лекция сөйлеп қалып қойдым. Бүкіл анау мынау ұйымдастыру ісіне кіріскен жоқ. Билікті бердім ба? Бердім. Әрбір азамат өзі осы жұмысты істеуші, қатысушы сезіну керек. Мен бәрін билеп алу, ол диктатура болады. Мысалы, қазірде Атажұрттың шешімдерінде мен қатыспаймын. Неге? Мен егер оның бәрін мен билесем, онда мен диктатор болғаным. Әрбір азамат бізде ақылдасу арқылы шешім қабылдайды. Менің даусым тек бір дауыс қана. Міне. Атажұрттың ұйымдасқан жоғарғы кеңесі қабылдаған шешімді мен тіпті кейде естіп, кейде естімей қаламын. Міне. Неге? Мен ол билікті сендер солай істеңдер деп тәрбиеледім, және олар солай істеп жатыр. Ал соның бәрін басқан тұрғанын қадағалап, әрбір тиынын есептесе менің қолымнан келмей ма? Келеді. Егер мен өзім жасақтаған ұйымның жүйесін өзім солай диктатор болсам, онда ол диктаторлық жүйе болып шығады. Сондықтан мен әрбір азамат маған ойын ашық айта алатын, әрбір құрылым өз жұмысын істейтін демократиялық жүйені осы Атажұрттың өзінде құрып шықтым мен. Көрдіңіз бе? Мен Қазақстанның мемлекетінің билігін қолға алсам да, Қазақстанды тап-таза америкалық үлгідегі демократиялық ел қылып жасап шығамын. Басқа қандай сұрақ бар?
Жақсы, қалың елім, қазағым, аман сау болыңыздар. Демалайық, мен екінтімді оқып алайын. Сосын бір шайымды ішіп алайын. Сосын костюм шалбарымды киіп, галстугымды тағынып, баратын жеріме барайын. Істейтін шаруамды істейін. Мына қамауда отырған ата-жұрт азаматтарының ісін әлемдік деңгейде көтеруге қара тұяқтан қал кеткенше кірісейін. Бұл азаматтар нақақтан нақақ қамалып 15 күннен сотталып отыр. Мен бұны бүкіл дүние білетін, ең танымал, ең шулы іске айналдырмай қоймаймын. Бұл істің қанша шулағаны, қанша көтерілгені, осындай оқиғаның қанша көп шыққаны қазақ үшін сонша пайдалы. Сондықтан қазақтар, сіздер осы ата-жұрттың нақақ сотталып отырған азаматтарының ісін максимал деңгейде көтеріңіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Күллі ғаламның жалғыз ғана жаратушы жаппар иесі баршамызға жар болсын. Bir дұға қылайық. La ilahe illallah vahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azabannar. Bi rahmatika rahmanir rahim. Ey Allah, күллі әлемнің жаратушы жаппар жалғыз иесі, ақирет күннің жалғыз сұрақшысы, жәннат тозақтың иесі, күллі ғаламның жалғыз ғана жаратушысы, күллі ғылымның иесі, күллі мүліктің иесі, ежелден бар мәңгілік теңі жоқ, ұқсас жоқ, серігі жоқ. Алла, саған ғана тәуекел еттік, сенен ғана медет сұраймыз, саған ғана құлшылық жасаймыз. Өзіңнен басқа құлшылыққа лайық тәңір жоқ. Ей Алла, қазақ халқын азаттыққа шығара гөр Алла. Ей жаратушы жаппар ие, қазақ халқын екі әлемде де өзіңнің мейіріңе, шафағатыңа бөленген, бұл дүниеде бай бақытты, баяшатты, ол дүниеде фирдаусы жәннаттардың тұрғындары болатын. Екі әлемде де еңсесі биік, жүзі жарық, мәртебесі үстем қауымдарыңнан ете гөр Алла. Ей Алла, қазақ халқының жүрегінен үрейді алып таста. Қазақ халқының жүрегіне ерлікті, батырлықты, турашылдықты, шыншылдықты, күрескерлікті бұйыра көр, несіп ете көр Алла. Ей Алла, елді жерді аздырып, тоздырып отырған, халқымызды қанап отырған, теспей сорып отырған, халқымыздың байлығын тонап, халқымызды құлдықта, кедейшілікте, жоқшылықты ұстап отырған, өзін харам еткен өсімге байлап құл қылып отырған, қазақтың асыл ұлдары мен қыздарын түрмеге қамап, қазақтың шерменде жастарын шетелге қаңғып кетуге мәжбүрлеп отырған мына орыс құл, Қытай құл зұлым биліктің күл талқаны шығара көр. Оларды бірмен бірін араз ашты қыл, ішкі мұрасын күшейт, ішкі мұрасын күл талқан қыл, олардың үрейін күшейт. Мына зұлым биліктің ішкі үрейін күшейт, олардың қуанышын жоқ қыл, қайғысын көп қыл, қазақ халқын оят, қазақ халқын саяси сауатты, ілімді, білімді қыл. Аққа жақ болатын, қараға қарсы болатын, ақиқат үшін, еркіндік үшін, шындық үшін, бір өзіңнің разылық үшін отқа да суға да түсетін, екі әлемдегі нұрлы жарық, екі әлемде де еңсесі биік, жүзі жарық, мәртебесі үстем қауымдардан қыл. Ей Алла, мынау қазақты тонап отырған, қазақ жеріне Қарақытайды қаптатып отырған, қазақтың бүкіл байлығын орысқа сатып отырған, қазақ халқын тентіретіп, қайыршы қылып отырған Назарбаевтық, Тоқаевтық, Құлыбаевтық, бандиттік, қылмыстық, қарақшылық жүйені күл талқан қыла гөр Алла. Ей Алла, олардың отбасын ойран қыла гөр Алла. Олардың басына зауал жібер. Оларды бұл дүниенің қызығынан да мақұрым қыл, ол дүниенің де қызығынан мақұрым қыл. Олардың күл талқаны шығар. Ұрпағына дейін күл талқаны шығар. Олардың осы ұрлаған байлығын өздеріне береке қылма, олардың өзіне бұйыртпа. Олардың қазақтан ұрлаған осы байлығын қазақтың өзіне қайтар, және оны халыққа қайырлы қыл. Олардың мына билігінде оларға қайырлы қылма. Олардың басынан ақыл ал, жүректерінен қуанышты алып таста. Олардың ішкі берекесін күл талқан қыл. Олардың өмірінен қызық алып таста. Олардың денсаулығын құрт. Олардың уайым қайғысын көбейт. Оларды бұл дүниеде де азапқа, үрейге, қорқынышқа душар қыл. Ол дүниеде де мәңгілік тозағыңда отын қыл. Ей Алла, мына қазақ халқын осы Назарбай, Тоқай, Құлыбаевтың қылмыстық бандиттік жүйесінен құтқара гөр Алла. Мынау еңіреген, жылаған, тентіреген, тозған, әлемдегі ең бай елде жерде тұрып, өзің берген ұлан қайыр нығметке өзі ие бола алмай отырған қазақ халқын еркіндікке, теңдікке, бостандыққа, байлыққа, қуанышқа жеткізе гөр Алла. Көзі жасты, көкірегі шерлі қазақтарды азаттыққа шығарып, шат-шадман, бай-баяшат өмір сүретін жақсылыққа жеткізе гөр Алла. Аллахумма раббана атина фид дуния
дунья хасанатан, ва фил ахирети хасанатан, ва қина ғазабан нар, бирахматика рахман рахим. Ей Алла, күллі мүліктің иесі, күллі ғаламның жаратушы жалғыз иесі, сенің бол дегенің болады. Ей Алла, біздің халқымызды, біздің қазағымызды бұл дүниеде де, ол дүниеде де рахмыңа ала көр Алла. Екі әлемдегі нұрлы жарық, екі әлемдегі нұрлы жарық, екі әлемде де мейіріміңе, шапағатыңа бөленген ең бақытты қауымдарыңнан қыла көр Алла. Амин. Аллаху акбар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Айтпақшы, неге дұға жасаймын? Қазақтар, ойыңызды айтыңыз. Екі иығыңызда екі робот тұр. Оны дін тілінде періште дейді. Ғылым тілінде оны дарк матер ма, антиматер ма, Алланың шексіз ғылыммен жасалған екі камера, екі робот иығыңызда тұр. Егер сіз дұғаңызды айтпасаңыз, дұғаңыздың өзінде аузыңызбенен айтпасаңыз, екі камера, екі періште жазбайды, екі робот жазбайды. Ол анау супер компьютерге, супер клаудқа сенің информацияң түспейді. Сондықтан ана жердегі супер ақыл, қазақтар Назарбай Тоқайды жақсы көреді екен, қазақтар мына өміріне разы екен дейді. Демек, саған ары қарай жақсылық жазылмай қалады. Мен бір нәрсені айтайын. Жасанды ақылмен қазір Google басқарады. Мысал. Мысалға, образдап тұрып айтайық. Сен Республика сарайында тұрсың. Ол Абай мен Достық даңғылының қиылысы. Енді сен Көкбазарға бармақшысың. Табиғи түрде Google-ден Республика сарайынан Көкбазарға барам десең, сені Достық даңғылынан төмен қарай жүргізтеді. Сөйтіп, Достық даңғылынан төмен қарай жүргізтіп, бір кезде Қалдаяқовқа барғанда шығысқа қарай бұрылтып, содан тағы бір көшеге барғанда Құнайып бір көшеден төмен қарай түсіртіп, ең соңында Жібек жолының алдынан Көкбазардың алдына апарып тоқтатады. Міне солай. Егер Жібек жолы жабылып қалған болса, онда ары қарай апарып Мақатаевқа түсіріп, Мақатаевтың алдынан қайтадан Пушкинге шығарып, Пушкиннен барып Жібек жолына алып келуі мүмкін. Қысқасы Көкбазардың алдына алып келеді. Ал сен оған көнбей, Абай мен Достық даңғылының қиылысында тұрған Қазақ Республика сарайының алдынан ол жаңағы Google көрсеткен жолмен жүрмей, сен Абай даңғылынан Сайынға қарай жүріп, Сайынға дейін жүріп, өтіп кет. Сайын арқылы қайтадан оңға бұрылып, Райымбек даңғылына түсіп, Райымбек даңғылынан жүріп, шығысқа қарай жүріп отырып, Сейфуллин даңғылына келгенде, қайтадан жаңағы Сейфуллин даңғылынан қайтадан Жібек жолына қарай көтеріліп, сол жолмен жүрсең, Google-дың жасанды ақылында сенің жүрген жолың жазылады. Сен соны 2 рет қайталасаң, жазылады. 3 рет қайталасаң, жазылады. Ал енді сен содан сол жерде 3-4 рет отырып, енді Абай Достық қиылысынан Көкбазарға бару деген кезде Google саған 2 жолды көрсетеді. Біріншісі анау ең жақын жол өзі автоматты көрсететін. Екіншісі сенен анау Абаймен жүріп Сайын даңғылына дейін барып, одан Райымбек даңғылы арқылы айналатын жолды көрсетеді. Себебі ол жолды сен бірнеше мәрте жүрдің. Google-дың миына ол жазылады. Жасанды ақыл сен жүрген жолдың бір таңдауы деп қабылдайды екен. Енді қара, жасанды ақылдың өзі адам жасаған жасанды ақыл сенің таңдауыңды, сен таңдаған жолды алыс болса да, ұзақ болса да, оны бір түрлі жол жүру таңдау, адамдар осылай жолмен жүргенді ұнатады екен деп, соны саған 2 таңдаудың біреуі қылып ұсынған кезде, шексіз құдірет иесі жаратушының супер компьютерында тұрған жасанды ақыл, мына 2 иығымызда тұрған 2 жасанды ақыл, ол адам жасаған жасанды ақыл емес, жаратушы жасаған жасанды ақыл, сенің жаңағы жасаған дұғаңды естіп, саған не ұнайтынын, не ұнамайтынын оларда шешім қабылдайды. Сен үндемесең, сен айтпасаң, сен тіпті менің образ сөзмен айтқанда, қой қораның ішіне кіріп тығылып ап, қатыныңның көйлегінің астында отырып та өз ойыңды айтпасаң, онда жаратушының жасанды ақылы саған не керек екенін, сенің нені ұнататыныңды, нені ұнатпайтыныңды қайдан біледі? Демек білмейді.
Сондықтан әрбір қазақ дұға жаса. Дұға жасағанда Назарбай Тоқай Құлыбаевтың қылмыстық жүйесіне қарғысыңды айт, жек көретініңді айт, жақсы өмірді ұнататыныңды айт, байлықты ұнататыныңды айт. Жігіттер, тоқал керек па? Оны да айт. 4 тоқал керек па? Айт. 20 ауыл таптырғың келе ме? Айт. 4 тоқалға 4 коттедж керек па? Айт. Дубайдан, Стамбулдан, Меккеден, Мединеден керек па? Айт. $1 миллион керек па? Айт. Балаларың Оксфорд, Харвард, Кембриджде оқысын ба? Айт. Ай сайын мемлекеттің мұнай газынан маған менің есепшотыма $10 миллион түсіп тұрсын деген келе ме? Айт. Айт, мына екі иығыңдағы естісін. Мына Назарбай Тоқай Құлыбаевтың қылмыстық жүйесін күл-талқан қыл деген келе ме? Айт. Жазсын, мына екі періште жазсын, екі жасанды ақыл, екі робот, екі компьютер жазсын. Ең супер ақылдың супер компьютеріне барсын сол информация. Сонда ана супер ақыл ойланады. Ол супер ақыл, ол ең жоғарғы ақыл ойланады. Қазақтарға мынандай нәрсе керек екен ғой деп. 30 жыл бойы мұнафиқ имамдар айтты. Елбасы жасасын деді. Елбасыларыңыз жасады ма? Жасады. Әлі өлген жоқ иттің баласы. Неге? 30 жыл бойы бүкіл ел әмин деді. Елбасы жасасын деді. Мешіттерде бүкіл ел, жамағат, тіпті тойда, ана Құдай ұрған сасық шалдарға дейін айтты. Елбасы әмін болсын деді. Міне сол екі жасанды ақыл арқылы, екі супер компьютерге, супер ақылға барды ма? Барды. Қазақтар мына елбасы деген ұнатады екен деді. Міне елбасыларың қазірде өлмей отыр. Москвада тығылып отыр екен, Башар Асадтың көршісі болып. Міне, көрдіңдер ме қазақтар? Сондықтан сөз заттанады. Сөз заттанады. Сөз заттанады. Материя энергияға, энергия материяға ауысады. Сөз кәдімгідей затқа айналады. Сондықтан саған не керек? Мына ит өміріңе наразысың ба? Жұмыссыздыққа наразысың ба? Мына биліктің әділетсіздігіне наразысың ба? Айт, айт, айт. Мынаның бәрі жазсын, ана супер ақылға барсын. Міне, күллі ғылымның иесі кім? Алла. Күллі мүліктің иесі кім? Алла. Күллі ғаламның жалғыз иесі кім? Алла. Соған айтып жеткіз. Миллиондаған қазақ соны айтып жеткізгенде, жасанды ақыл, супер ақыл иесі саған өздігінен таңдауыңды жасап береді. Әрине, тек қана айтумен шешілмейді. Қарекетке де көшеміз. Менің мынау теориямды қабыл алыңыздар. Бұл өте маңызды. Қиып алып, Инстаграм, ТикТокқа бәріне салыңыздар. Аман сау болыңыздар.